Белал, көрдің бе білмеймін, бірақ Шавкат Рахмонов сенің жеңісіңе Твиттерде назар аударған екен. Оның жазуынша сен келесі чемпиондық белбеуіңді қорғайтын сынға Шавкатпен шығамын деп уәде беріпсің. Қалай ойлайсың, бұл жекпе-жек сені қызықтыра ма? Иә, әрине, мен ешкімнен қашпаймын, және ешқашанда жекпе-жектерден бас тартқан емеспін. Бірақ біраз жігіттер менен бас тартқан болатын. Енді мен қазір шың басындамын. Мықты екенімді дәлелдедім, және әрі қарай осы дивизиондағы жорығымды жалғастыра беремін. Сонымен қатар мен кім көрінгенге жекпе-жекке шақырту тастай бермеймін. Үздіксің ба, кел, кезек сенікі. Барлығы мені Леонға ұтылып қалады деп ойлады, бірақ жеңіске жеттім. Басқа жігіттермен де дәл осылай болады. JSP-дің жетістіктерін қайталау үшін не істеуім керек деп ойлайсың? Чемпиондық белбеуіңді көп мәрте қорғау ма, әлде керемет фиништармен көзге түсу деп санайсың ба? Менің ойымша, жаңа жауынгерлер легіндегі үздіктерді жеңу деп ойлаймын. Олар Шавкат, Иэн Герри, тағы да Дела Маделена. Бұл жігіттер нағыз ашыққан жыртқыштар деп санаймын. Сондықтан мені олар үшін көп адамдар жолда жатқан жемтік деп санайтын шығар. Бірақ бұл жігіттермен де жеңіске жетсем, маған ешкім де ешқандай күмән келтіре алмайды.